Шын мәнінде қазақ газетін шығару үшін Алаштың оқымыстылары, қазақ оқығандары 1905 жылдан әрекет еткен. Сол тек 1913 жылы ғана шығару мүмкіндігіне ие болды. Қазақ газетінің ең бірінші қазаққа бергені қазақтың төл атауын кері қайтарған деп қабылдаймыз. Шын мәнінде солай болды. Неге десеңіз, кешеге дейін қырғыз атанған жұртының Альхамдулилля 6 миллион қазақпыз деп шүкіршілік айта отырып, қазақтың атын оятуының өзі үлкен жетістік әрі жеңіс болатын. Өйткені дәл сол тұста біз орыс патшалығына бодан едік. Сондықтан Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан Міржақып Дулатұлы бастаған топ тәуекелі мықты, жігерлі, сол кездегі қиындыққа қарамастан басын бәйгеге тіккен кісілер, тұлғалар деп қабылдаймын. Қазақты шығарудағы мақсат ол біреу, атын ғана ояту емес, қазақтың жұртын саналы түрде рухын көтере отырып, болмысын танытуға жұмыс жасады. Былай айтқанда, қазақтың тіл философиясын ғана көтеріп қойған жоқ, қазақтың қазақ болып болмау жөніндегі мәселені алға тартқандықтан да бұл қазақ газеті көшбасшы газет ретінде бүгінгі біздің темірқазығымызға айналып отыр. Дәл біз тәуелсіздік кезеңнен кейін қазақтың жүгін мына газет көтерді деп айту үшін оған кәдімгідей сараптама жасау керек. Дегенмен де дәл сол кезде енді қазақтың атын атойлайтын газеттердің көпшілігінің атауы төте былай тура келмей тұрды ғой. Бірақ ана тілі шыққанда біз қуандық. Және Түркістан шыққанда да қуандық. Өйткені Тұран жұртының, былай айтқанда түркі жұртының атын атойлатып, бәрімізге ортақ мәселені көтеріп, және жаңағы түркілік жұрт екенімізді білдіріп, бір бағытта жұмыс жасауға шақыратын газеттер деп қараймын мен Түркістанды және ана тілді де. Одан бөлек жас Алашта ешкімнен жүгі төмен болған жоқ. Сонымен қатар Заман Қазақстанымызда, онан кейін жас қазақ үні шығып жатыр ғой. Жоқ, әлі толық зерттелген жоқ. Өйткені Ахмет Байтұрсынның жаңағы мәдениет тарихының табылмауы, әдебиет танытқыштың нұсқаулығының табылмауы, Ахмет Байтұрсынұлының өзінің папкеде жазып өткізген кезде уголовный кодекстің табылмауы, сосын қазақ тілінің грамматикасының орысшалап жазғанының табылмауы, осының бәрі үлкен жұмысты керек етеді. Біз бар жоғы алдыңғы ата буын жасаған Рымғали, Нұрғали, Рабиға Сыздық апалардың айналасынан әлі шыға алмай жүрміз. Кешеге дейін қол қысқа болды, жасыратыны жоқ. Қазір осы музейге Алматы қаласы музейлер бірлестігіне қарайды ғой. Соның бір бөлімшесі ретінде 13 штат беріп отыр. Оның үшеуі тек персонал дейтін болса, қалғаны осы экскурсовод, қараушы, ғылыми қызметкер екеуі ғана. Әлемде қол қысқалық бар. Қазақ бізге толығымен жетті деп кесіп айтуға тағы келмей тұр. Қазір 7 том қылып шығарған ғой, Ғарифолла Әнестің құрастыруымен көрсетіпті, және оны жаңағы Алаш ғылыми зерттеу институты Сұлтанхан Аққұлұлы бастаған топтар шығарды деді, қолымызға тиді. Соның қарапайым ғана біреуіне ғана барайын, алысқа бармайын. Мен көбінде өзімнің салам Ахмет танушы ретінде Ахметтің шыққан дүниелерін салыстырып қарағанда, сол баяғы батпақта әлі жүргенімізді байқадым. Өйткені бұны кейінгі кітап көп әр жылдарын шығаруды қолға алған, мойындау керек, көз майын жегіп, былай айтқанда тұқшиып отырған адамның басы ол Светлана Смағұлова. Соны ұмыт қалдырып тұр кейбір кісілер. Менің ол жаныма батырып. Біз тарих ғылымдарының докторы осы қазақ газетін алғашқы болып кітап
кітап қылып әр жылдарды шығаруға бірінші мұрындық болған қаршадай қыз, былай айтсаңыз. Осы Ахмет Байтұрсынұлы музейінде толық істемейді, өйткені ол кісі университетке керек маман ғой. Бірақ бізде сол кісіні қалап осында алдырып отырмыз.